Қайырлы күн каналымның тыңдармандары. Сіздердің менімен бірге болып, каналымды дамытуға үлес қосып жатқандарыңыз мені қуантады. Осы күнге дейінгі видео сабақтарымда эссенің кіріспе бөлімінің жазылуын егжей-тегжейлі түсіндірдім. Әр сөйлемнің жазылу ерекшелігіне жеке-жеке тоқталдым. Бүгінгі сабақта кіріспенің соңғы сөйлемі қорытындылаушы сөйлем туралы айтқым келеді. Жалпы әріптестер, бұл сөйлемді қорытындылаушы дегеннен гөрі кіріспе бөлім мен негізгі бөлімді байланыстырушы сөйлем деп атағанымыз дұрыс. Эсседе бөлім атауы жазылмайды. Әр бөлім жеке-жеке абзацпен бөлініп тұрады, оны баршамыз да білеміз. Және ол абзац міндетті түрде қорытындылануы керек. Алайда кіріспе бөлімнің қорытындылаушы сөйлемі өзгелерден өзгеше. Бұл жерде сөйлемімізде қорытындылау мәнінен гөрі байланыстырушы мән үстеліп тұруы қажет. Сөйлем кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге өтетін көпірдің қызметін атқарып тұруы тиіс. Кіріспеде айтылған ой шорт кесіліп, айтар сөзіміз сол жерден бітіп қалмау керек. Сонда ғана сөйлем тақырыпқа сай жазылады. Өткен сабақтарда бастаған эссеміздің жалғасын жазайық, яғни кіріспе бөлімнің қорытындылаушы сөйлемін жазып көрейік. Сонымен біздің кіріспе бөліміміздің қорытындылаушы сөйлеміміз ендеше күй көшпелі халық үшін несімен құнды. Байқасақ, бұл сөйлем кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге сілтеме жасап тұр. Ой ешқандай да қорытындыланып тұрған жоқ. Қорытындылаушы сөйлемді жазу үшін ендеше, демек, сондықтан, сол себепті, міне деген сияқты клише сөздерді қолданамыз. Клишелер эссе жанры үшін өте маңызды бөлшек. Ойымызды нақтылау үшін, көзқарасымызды білдіру үшін, ойды дәлелдеу үшін, эссені түйіндеп, қорытындылау үшін біздер клише сөздерді қолданамыз. Сонымен достар, кіріспе мен негізгі бөлімді байланыстырушы сөйлемге біздер сұраулы сөйлемдерді, әрекетке шақыру мақсатындағы сөйлемдерді қолдана аламыз. Тағы сұрақтарыңыз болса, төмендегі пікірлер бөліміне жазыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Лайк басып, қоңырау басып, каналдың дамуына үлес қосқандарыңызға көп рахмет, назарларыңызға рахмет.